Туымыздың түрі басқаша болуы мүмкін еді деген пікірге не дер едіңіз? Ел таңбамыз бен әнұран туралы бәрін білем деп ойлайсыз ба? Қанекей, ендеше тарихқа бір сәт көз жүгіртіп өтейік. 1992 жылдың басында ел таңба, ту және әнұран жобаларын дайындауға байқау жарияланды. Байқауға 1000-нан аса ұсыныс түсті. Қатысушылардың қатарында қазақстандықтармен қоса шетел азаматтары да болды. Бірақ олардың көпшілігі сыннан өте алмады. Мемлекеттік тудың нұсқасын жасауға отандық әйгілі суретші Шәкен Ниязбеков кіріседі. Туымыз бірден қазіргідей бола қойған жоқ. Алғашында туда қызыл түс қолданылды. Дегенмен оның орнын алтын түс алмастырды. Одан соң күн мен қыранды тудың дәл ортасына орналастыру ұйғарылды. Барлығымызға таныс мемлекеттік рәміздер 1992 жылдың 4 маусымында қабылданды. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков өз идеясы үшін мемлекеттен бағалы сыйлық, түрлі түсті теледидар алды. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алмай тұрып, жерлесіміз Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Ол көк жүзіне бір төсбелгі тағып ұшты. Тәуелсіз Қазақстанның ел таңбасына сол төсбелгіні үлгі етіп алды. Ел таңбамыз 30 жылдың ішінде 3 рет өзгерді. Дегенмен оның авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов болып қала бермек. Қазіргі заманның әнұраны осыдан 15 жыл бұрын, яғни 2006 жылы қабылданды. Ал 1992 жылғы әнұран халықтың арасына кең тарай қоймады. Сол себепті оны ауыстыруға шешім қабылданды. Сонымен 1956 жылы жазылған «Менің Қазақстаным» атты рухты ән ресми түрде Қазақстанның әнұранына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев оның мәтінін заманға сай бейімдеп түзетулер енгізді. Бүгінде ол қазақстандықтар үшін ең басты ән. Қазақстандықтар өз туын жанындай жақсы көреді. Сол себепті қандай да бір іс-шараға қатысқанда оны желбіреде ұстап шығады. Қазақстан туы халықтың қуанышта да, сын сағаттарда да бір тұтас екенін көрсететін символға айналды. Тарихтағы ең маңызды сәттерде туымыз қолдан түскен емес. Ту, ел таңба мен әнұран жаңарған Қазақстанның 30 жылда халықты біріктіруші символдарға айналды. Еліміздің төл рәміздері біздің тарихымыз, ал оны білу отанын сүйген әр азаматтың парызы.